Электрондық оқулықтар кітапханасы. Бұл бейне түсіндірмеден оқулықтардағы интерактивті тапсырмалармен қалай жұмыс істеуге болатынын білетін боласыз. Жауаптарды сақтау үшін оқулықтарды тренинг режиміне қалай өзгертуге болады? Тапсырмаларды қалай орындау керек? Және жауап кілттерімен қалай жұмыс істеу керек? Кітапханаға кіргеннен кейін өзімізге қажетті оқулықты таңдаймыз. Әр оқулықтың мұқабасының жоғарғы оң жақ бұрышында қарындаштың суреті бар. Қарындашты басу бізге оқулықты жаттығу режиміне қоюға мүмкіндік береді. Қарындашты шерткенде жаттығу бетбелгісінде оқулық сақталады. Біз осы бетбелгіге жиі жұмыс жасайтын басқа оқулықтарды қосып сақтауымызға болады. Сіз кітапханаға қайта оралсаңыз, немесе жаңа кірістіру бетін ашу арқылы да жаттығу режимінде орындалған жұмыс нәтижелерін сақтауға болады. Сонымен, жаттығу режимінде тапсырма орындап көрейік. Қажет тақырыпты таңдаңыз. Жұмыс жасау үшін ыңғайлы көлемді таңдаймыз. Оқулықтың материалдарымен танысамыз, бейне материалдарды көреміз. Содан кейін интерактивті тапсырмаларды орындауға кірісеміз. Тапсырма сұрағын мұқият оқып, жауап береміз. Жауап өрістерін толтырамыз. Өз жұмысыңыздың нәтижесін тексеріңіз. Көріп отырғаныңыздай, бізде қателіктер бар. Егер біз қайтадан жауап бергіміз келсе, жасыл құсбелгіні басып, қателіктерді түзетуге болады. Мүмкін, біз жауаптың дұрыс нұсқасын білмеуіміз мүмкін. Бұл жағдайда тапсырма кілтін пайдалануға болады. Кілт белгішесін басып, жауаптардың дұрыс нұсқасын қараңыз. Егер тапсырманы кілтпен орындасақ, жүйе оны белгілеп, жауапты қате көрсететінін ескертеміз. Ол үшін жұмысты өзіңіз орындауыңыз қажет. Өзін-өзі тексеруге арналған бірдей кілттері бар, және олар тек жоғарғы сынып оқулықтарында басқаша көрінеді. Жүйеде негізгі және орта мектеп үшін интерактивті тапсырмалардағы дұрыс және бұрыс жауаптардың саны көрініп тұрады. Тапсырма аяқталғаннан кейін біз дұрыс және бұрыс жауаптардың санын көре аламыз. Жауапты өзгертуге немесе толығымен бастауға болады. Сізге сәттілік тілейміз.